күйеуім екеуміз көшеде жүргенде ашық-шашық қыздарға қарайды, қалай түсіндірсем болады, дұрыс емес қой деп. Енді оны түсінбейді, ол түсінсе қарамайтын еді енді. Сен де оның көзін аңдыма. Ол қызды аңдып, сен оның көзін аңдып, екеуің соғысқа мынар мәшемен ол сондай болып енді. Сондай енді. Негізі дұрыс емес әлбетте. Сваркаға қарауға болмайды, оған да қарауға болмайды көшеде. Сондықтан енді бірақ қарайды көз болғаннан. Анауды өлтіріп баратыр, қарасын маған қарасын деп. Баяғыда бір қыз айтып еді, күйеуім орамал таққандарға машалла деп қарайды деп. Сол сияқты какая разница қалай қарайды? Машалла деп қарай ма, қалай қараса да. Солай. Сондықтан ол қараған дұрыс емес. Енді сен жақсы әйел бол. Енді сен асып түспе енді одан. Ашық-шашықтар қарайын деп, сен де сәсім жалаңаштанып кетпейін. Ақыры оған қарай сондайлар ұнайды екен деп, кейбір әйелдер сөйтеді. Ол ашық-шашықтар ұнайды деп, мен де жалаңаштанайын деп болмайды ол. Подиумға шығып кетпесең де, ет болады.